осы Тараз қаласына келіп жатамын дейді больницада. Жатқанда маған айтады, сізге операция срочно зобқа. Мен енді Алладан сұраймын, өзімнің тегімді сол не Алла деп қойған адамда. Соны айтамын, мен енді неужели осы неге қолым дірілдейді былай, міне былай тұрған. Ана врач келіп тексереді ғой, мен жылап жүргенмін, бүйтіп тұрып. Ага, зоб, так, диффузический зоб деп маған не қойды. Одан кейін миома, у меня вот так прям как беременная была я. Түсін айтамын. Одан кейін айтады маған, вот это убрать и это убрать деді. Операция. Ну не қылады онда, мен не так худая вообще. Ага. Одан кейін жылаймын ана жерде. Ақша беремін ана кім врачқа. Жөндеп істесеңіздерші, істесеңіздер деп. Осы Таразда. Одан кейін бір алған құдіреті. Сыналқа шылар. Мен қалай келдім саған? Коробканы әкелген жоқ? Мына көтеріп келіп тұрмын. Пустой коробканы көтеріп кеттім, қарағым не істеймін. Мына кісіні баяғыда 17 жылдан танимын мына кісіні. Басқа компанияда бірге істегенбіз. 9 жыл. 15 жыл болыпты бірге неғанымызға, араласқанымызға. Енді былай қарап тұрсаңыздар, Алланың құдіреті ғой. Оказывается, адам бірге бекер кездестірмейді екен. Енді міне, осы продукцияны маған көтеріп кетті осы мені. Қарама, не істеймісің маған? Алу керек. Көрдім, мынасын көрдім да, мына керек сақ қой. Ішіп көрейікші маған. Қалай болады деп. Айттым мен? Ала берсеңші дедім, ол ішеміз ғой дедім. Қатарыңызда ақша жоқ. Коробканы ұстап келген ғой. Мен қарасам, қарама күшті ғой, ішесің ба десем. Маған бір-ақ ауыз сөз айтты ғой. Ойбай, ішінде кардицепс бар. Кардицепсті көріп қалдым. Жақсы продукция екен. Сосын онда мен айтып қойдым, арақшаны саламын да деп жаңағы арест зарплатада отырмыз ғой. Бір жерде ақша шығарып келіп тұрмын, соны давай саламыз деп қойдым. Сөйтіп бәрін салып, қазір осыны ішіп, не деген қалай кетіп қалған білмеймін. Операцияға маған Алла тағала отказ берді ғой. Миома да кетіп жаса саласың. Мінекей күйеуге түймеген адаммын өзім, әке шешені бағып, бауырларымды жеткіземін деп. Содан кейін қазір бәріміз ішіп жатырмыз. тамаша. Тамаша ойым.